Сәлем достар, бүгін біз шоколадный блинді дайындайтын боламыз. Видеоны толық көрмес бұрын каналға тіркеліп лайк басып қолдап кетсеңіздер екен. Рахмет. Ең бірінші жұмыртқамызды аламыз. Кішкене араластырып, құмшекерімізді салып, тағы да араластырамыз. Және сүтіміздің жартысын құйып, тағы араластырамыз. Екінші бөлек ыдысқа мен ұнға, какаоны, қопсытқышты, тұзды қосып салып алдым. Осы құрғақ өнімдерді салып, тағы да араластырамыз. Және де қалған сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Және де сұйық майымызды құямыз. Міне осындай сұйық масса шығады. Осы сұйық массадан блиналарды табағымызға екі бетін жақсылап қуырып пісіріп аламыз. Міне осындай блиналар шығу керек. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.